Армысыздар, ардақты ағайын. Есімім менің Назира Сұлтан-Мұратқызы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Ал енді біз бүгін дәл осы намаз оқып үйренейік деген тақырыпта видеомызды жалғастырамыз. Екінті намазына келген болатынбыз. Екінті намазының оқылу жолын көрсетеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал енді осы менің түсіріп жатқан видеоларым сіздердің көңілдеріңізден шығып, пайдаларыңызға асып жатса, міндетті түрде лайк басып, менің каналыма жазылуды, яғни тіркелуді ұмытпаңыздар. Намаз оқып үйренейік деген осындай кітапша мешіттерде беріледі. Сұрап алуларыңызға болады. Біз бүгін екінді намазының 4 рәкат парызының оқылу жолын көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бірінші рәкат қамат дейді. Қаматты оны ер адамдар айтады, азанды, қаматты оны білесіздер. Екінші ниет етеміз. Екінті намазының 4 рәкат парызын оқуға ниет еттім деп айтасыздар іштей. Аллаху акбар деп қолдарыңызды көтересіздер. Әйел адам иықтың тұсына 2 қолын көрсетеді. Алақаны қыблаға қарап тұрады. Ашық болады. Аллаху акбар деп тәкбір жасайсыздар. Одан кейін қолымыз көкіректе Субханака дұғасын оқимыз. Субханака ва бихамдика ва табаракка сумукка ва таала жадукка ва ла илаха ғайрук. Ер адамдар бұлай ұстайды, әйел адамдар көкірек тұсына ұстайды, кеудесіне. Яғни оң қолын сол қолының үстіне қояды. Одан кейін барып Әғузбиллахи минеш шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим деп айтасыздар. Одан кейін барып Фатиха сүресін оқисыздар. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин, ияка нағбуду ва ияка настаин. Ихдинас сиратал мустақим, сиратал лазина анғамта ғалайхим. Ғайрил мағдуби ғалайхим ва лад-далин. Одан кейін қосымша бір сүре оқылады. Қысқаша бір сүре. Қазір мен Ықылас сүресін оқимын. Бисмиллахи рахмани рахим. Құл хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид, валам юлад, валам якуллаху куфуан ахад. Аллаху акбар деп рүкухке барам. Субхана раббиял азим, субхана раббиял азим, субхана раббиял азим. Рүкухтен тұрам. Сами Аллаху лиман хамидах. Тік тұрған кезде Раббана ва лакал хамд. Аллаху акбар деп сәждеге барам. Субхана раббия аала, субхана раббия аала, субхана раббия аала. Субханаллах сөз айтылатындай сәл кідіріп отырам. Отырған кезде жамбастап отырамыз әйел адамдар, аяғымызды оң жаққа жібереміз. Субханаллах сөз айтылғаннан кейін қайтадан 2-ші рет сәждеге барамыз. Субхана раббия аала, субхана раббия аала, субхана раббия аала. Аллаху акбар деп 2-ші рәкатқа тұрамыз. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахмани рахим, малики яумиддин, ияка нағбуду ва ияка настаин. Ихдинас сиратал мустақим, сиратал лазина анғамта ғалайхим, ғайрил мағдуби ғалайхим ва лад-далин. Қиямда тұрамыз. Одан кейін сүре оқылады. Мен тағы да Ықылас сүресін оқимын, сіздерге түсінікті болу үшін. Бисмиллахи рахмани рахим. Құл хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид, валам юлад, валам якуллаху куфуан ахад. Енді неге Ықылас сүресін оқи береді десеңіздер, тағы да айтайын, тілге жеңіл, жатталуы оңай. Бірінші уақыттарда осы сүрені ғана оқып, жаттап, сол сүремен намазды бастап кетсеңіздер болады. Қосымша сүре деген кезде. Аллаху акбар. Рүкухқа барамыз. Субхана раббиял азим, субхана раббиял азим, субхана раббиял азим. Сами Аллаху лиман хамидах, Раббана ва лакал хамд. Тұрамыз. Аллаху акбар. Сәждеге барамыз.
Субхана раббияла, субхана раббияла, субхана раббияла. Аллаху акбар. Отырыс. Субханаллах сөз айтылатындай кішкене сәл ғана отырамыз. Аяғымызды оң жағымызға жібереміз. Субхана раббияла, субхана раббияла, субхана раббияла деп екінші мәрте сәждеге барамыз. Одан кейін отырамыз. Әт-тахият дұғасы оқылады. Әт-тахияту лиллахи вассалавату ва тайбат. Ассаламу алейка аюхан набию ва рахметуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва ала ибадиллахи салихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулаллах. Отырған кезде әйелдер жамбастап, аяғын оң жаққа жіберіп отырады. Саусақ аралары ашылмай тізесінің үстіне қойылады әйелдердің. Екі көзіміз саусағымыздың ұшында болады. Аллаху акбар деп тұрамыз. Үшінші ракатқа келеміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир-рахим, малики яумиддин, ияка нағбуду ва ияка настаин, ихдинас сиратал мустақим, сиратал лазина анғамта ғалейхим, ғайрил мағдуби ғалейхим валаддалин. Фатиха сүресі оқылды. Парызда бірінші, екінші ракатта қосымша сүре оқылады. Үшінші, төртінші ракатта қосымша сүре оқылмайды. Сүннет пен парыздың айырмашылығы осыда. Рүкүхке барасыздар. Аллаху акбар. Субхана раббиял азим, субхана раббиял азим, субхана раббиял азим. Тұрасыздар. Сами Аллаху лиман хамидах раббана ва лакал хамд. Аллаху акбар. Сәждеге барасыздар. Субхана раббияла, субхана раббияла, субхана раббияла. Жамбастап отырасыздар. Яғни жамбастап әйел адамдар ғана отырады. Аллаху акбар деп екінші рет сәжде жасайсыздар. Субхана раббияла, субхана раббияла, субхана раббияла. Аллаху акбар деп тұрасыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қайтадан Фатиха сүресін оқисыздар. Төртінші ракат. Альхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир-рахим, малики яумиддин, ияка нағбуду ва ияка настаин. Ихдинас сиратал мустақим, сиратал лазина анғамта ғалейхим, ғайрил мағдуби ғалейхим валаддалин. Аллаху акбар деп рүкүхке барасыздар. Субхана раббиял азим, субхана раббиял азим, субхана раббиял азим. Сами Аллаху лиман хамидах раббана ва лакал хамд. Аллаху акбар деп сәждеге барасыздар. Субхана раббияла, субхана раббияла, субхана раббияла. Аллаху акбар, субханаллах сөз айтылатындай уақыт сәл кідіріп отырасыздар. Екінші мәрте сәжде жасайсыздар. Субхана раббияла, субхана раббияла, субхана раббияла. Аллаху акбар деп соңғы отырысқа отырасыздар. Яғни тағы да айтамын, әйел адамдар екі аяғын оң жағына жіберіп жамбастап отырады. Алақандары екі тізесінде болады. Саусақтарының арасы ашылмайды. Әт-тахият дұғасын оқимыз. Әт-тахияту лиллахи вассалавату ва тайбат. Ассаламу алейка аюхан набию ва рахметуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва ала ибадиллахи салихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулаллах. Аллаху акбар. Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммад камма салайта ала Ибрахима ва ала али Ибрахим иннака хамидун мажид. Аллахумма барик ала Мухаммадин ва ала али Мухаммад камма баракта ала Ибрахима ва ала али Ибрахим иннака хамидун мажид. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ассаламу алейкум ва рахметуллах. Бірінші оң жағыңызға сәлем бересіз. Ассаламу алейкум ва рахметуллах. Екінші сол жағыңызға сәлем бересіз. Осылай намазыңызды аяқтайсыз. Баршаңызға пайдалы болсын.